Саламатсыздар оқушылар, бүгін біз 490 пайыз бөлімі бойынша 5 сыныптың б.ж. тапсырмаларының екінші нұсқасын көрсететін боламыз. Бізде бірінші тапсырмада бірінші нұсқада айтылғандағыдай пайызға айналдырды, яғни ондық бөлшекті пайызға айналдыруымыз керек. Біз пайызды жай бөлшекке айналдыру керек. Пайызбен жазылатын жай бөлшек түрінде берілген тапсырмаларда осыларды орындайтын боламыз қазір. Және екінші, үшінші, төртінші тапсырмаларында орындайтын боламыз. Бірінші пайызға айналдыр дейді. 1,36-ны 1,36-ны пайызға айналдыруымыз үшін біз әрине бұны біз жай бөлшек күйінше жазамыз. Бірінші араластан күйінше жазамыз. 1,36 болады. 36 болады. Содан кейін оны жай бөлшекке айналдыратын болсақ, 1-ді 100-ге көбейтіп 36 болса, яғни 100-ден 136 болады екен. 100-ден 136 болады. Енді бұны 100-ге көбейтетін болсақ, формула бойынша 100 бен 100 қысқараттағы 136, яғни 136 пайызын білдіреді. 136 деп отқанбыз. Бұл яғни А-сы еді бізде бірінші тапсырманың. Енді біз Б-сын орындаймыз. Б-сы жай бөлшекке айналдыр деп тұр, 27 пайызды. Өздерің білетіндей пайызды біз жай бөлшек күйінше жазып аламыз. 100-ден 27 деп. 100-ден 27 деп жай бөлшекке айналдыр деп тұр. Жай бөлшек күйінше осы 100-ден 27 күйінше бізде қалады, өйткені ол қысқармайды. Сондықтан осы күйінше қалдырамыз. Енді В-сында пайызбен жазайды бізде. Яғни 14-тен 25-ті. 25-ті. Пайызбен жазу үшін біз екеуін де бөлшектің бөлімін 100-ге келтіруіміз керек. Сондықтан біз 25-ті 4-ке көбейткен кезде 100 болады. Сондықтан 14-ті 4-ке көбейтеді екеміз. Сонда бізде шығады 100-ден 14 4-ке көбейтсек 4-4-тің 16. Бір ойда 4-ті 1-ге көбейтсек 56 болады. 56 болып тұр. Енді формуладағыдай 100-ге көбейтсек 100 бен 100 қысқараттағыда 56 пайызын білдіреді екен. Осылай біз бірінші тапсырмамыз аяқталды. Екінші енді тапсырмада табыңдар дейді. 86-ның 30 пайызын, 50-дің 20 пайызын табыңдар дейді. Әрине біз 86-ны 30 пайыз тап десе, ол 86 бізде 100 пайызды білдірсе, X-іміз нені білдіреді? Белгісізіміз, яғни 30 пайызын білдіреді. Пайыздарын жазып қойдым осылай. Енді бұны крест күйінше көбейтіп X табамыз. X табу үшін 86-ны 30-ға көбейтіп 100-ге бөлеміз. Бұл жерден арада нөлдерді қысқартып жіберсек болады. Сонда 86-ны 3-ге көбейтіп 10-ға бөлетін болсақ, 86-ны 3-ге көбейтетін болсақ, alt жердегі 3-ің 18, бір ойда 3 жердегі 8 24, ойдағы мен 258 болып тұр. Сондықтан бізде оны 10-ға бөлетін болсақ, 25 10-нан 8 болады. Немесе жай бөлшек күйінше жазатын болсақ, 25 10-нан осылай жазылады. Енді 25 10-нан 8-і бізде 86-ның 30 пайызын білдіреді екен. Енді бұл бізде А-сы еді. Енді Б-сы. Екінші тапсырманың Б-сын табамыз. Онда бізде 50-дің 120 пайызын тап дейді. 50 бізде 100 пайыз болса, 100 пайызын білдірсе, демек бізде X-іміз нені білдіреді? Ол 120 пайызын. Мына жерде қате оқылды. 120 пайызын білдіреді. 120 пайыз. Демек біз X табуымыз үшін 50-ді 120-ға көбейтіп 100-ге бөледі екеміз. 100-ге бөлеміз. Нөлдерді қысқартып жіберсек болады. Біз
нөлдерді қысқартып жазайық. 5 жердегі 12, яғни 12-ні 5-ке көбейтсек бізде 60 шығады екен. Яғни 50-дің 120% 60-ты білдіреді екен. Енді мына 20-ны сыймай тұрғандықтан үшінші тапсырманы мен сіздерге мына жерге көрсетемін. Үшінші тапсырма, яғни 20% 8-ге тең санды таптыңдар дейді үшінші тапсырмада. Үшінші тапсырмада 20%, яғни 20% 8-ге тең болса, бізде неше пайызы, 100%, 20% 8-ге тең болса, 100% неге тең? X-ға тең ба? Сондықтан бізде burada крест бойынша көбейтіп, X тең 8-ді 100-ге көбейтіп, 20-ға бөлеміз. Нөлдерді қысқартып жіберсек болады әрине. 8 жердегі 10 80 болады. 80-ді 2-ге бөлетін болсақ, бұл демек бізде 40 шығады. Демек бізде 8-і 20% 8-ге тең сан, ол 40 екен үшінші тапсырмамыз бойынша. Енді төртінші тапсырмада мәтін есеп берілген сендерде. Төртінші тапсырмада үшбұрыштың бір қабырғасы периметрінің 40%-ін, екінші қабырғасы 36%-ін құрайды, ал үшінші қабырғасының ұзындығы 6 см. Үшбұрыштың периметрін табыңдар еді. Бізде периметрін табу үшін, үшбұрыштың периметрін табуымыз үшін үш қабырғасын қосатын едік, білесіңдер. Демек бізде мына жақта бірінші қабырғасы 40%-ін беріп тұрса, екінші қабырғасы 36%-ін беріп тұрса, 100%-дан, яғни азайтамыз біз 40% пен 36% қосындысын азайтамыз. Сонда бізде 100-ден 76-ны азайтатын болса, бізде 24 шығады, яғни 24% үшінші қабырға ұзындығы. Демек 24% бізде нені беріп тұр? 6-ны беріп тұр. 100% нені береді? 100% ол. Ойбай. 100% X-ті бермей ма бізде? 100% X-ті береді. Сонда енді X табуымыз үшін біз 100-ді 6-ға көбейтіп 24-ке бөледі екенбіз. Бұнда қысқартып жіберсек болады. 6 мен 24 6 қысқарады. Бұнда 1 қалатын, арада 4 қалады. 100-ді 4-ке бөлетін болсақ, біз 25 қалады екен, яғни 25 қалады. Сондықтан бізде үшбұрыштың периметрі қанша тең болады екен? 25-ке тең болады екен. 25. Міне осылай есептер, пайызға арналған БЖБ тапсырмасының екінші нұсқасының есептері осымен бітті, аяқталды. Қарап, кейін өздеріңіз қателеріңізді түзеп немесе біліп алсаңыздар